Барлығыңызға сәлем. Бүгін қамыры 5 минутта жасалатын, пиццаның пісіп шығуы 20 минут уақытыңызды алатын, 20 минутта ыстық пицца үстелде тұратын керемет рецептпен бөлісемін. Бұл менің ең сүйікті пиццамның, тестамның бірі. Ол үшін пиццаны соусын дайындап аламыз. Теркадан өткен помидорды осылай қайнатып, тұз қосып, мынандай артық сулары қайнап таусылу үшін қайнатамыз. Немесе оның орнына кетчуп, томат, кішкене ғана су қосып алсаңыздар болады. Енді бұл суығанша қамырымызды дайындаймыз. Айран және еріген сары май, бір шымшым тұз және қант салып араластырып аламыз. Және бұған жарты шай қасық толтырмай сода, бір ас қасық толтырып, уксус салып, 4 ас қасық толтырып ұн саламыз. Маған 4 ас қасық жеткілікті. Араластырып, оған ұн қоспаймыз. Осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын өте нәзік қамыр болу керек. Мінекей, бұл менің 28 сантиметрлік формама арналған осындай қамыр. Енді бұны жұп-жұқа жайып аламын. Осылай жұп-жұқа жайып алдым және мен шетін қалдырмаймын. Шетін ортасындағымен бірдей қылып жаямын әрдайым. Енді болған суып тұрған соусты біркелкі қылып жағамын. Соусты біркелкі жақ болғаннан кейін сырды қосамын. Оны да барлық шетіне жететіндей қылып сеуіп шығамын осылай. Және кептірілген шұжық алды. Мен бұның орнына тауықтың етін, немесе фарш алсаңыздар да болады. Немесе соуспен, помидормен, сырмен ғана жасай салсаңыздар болады. Пиццаны өте дәмді шығады олайда. Енді үстіне көбейттеп туралған сулугуни немесе бір сырдың ғана түрін алсаңыздар болады. Және қасына помидор қосып шығамын шұжықтың қасына. Және бұның орнына болгар бұрышын ұзыншалап, жіңішкелеп турап қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады олайда. Пиццаның өте дәмді болып шығу үшін 2 түрлі сыр алыңыздар және оны көп қылып салыңыздар. Сол кезде керемет болып шығады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Бұны қызып тұрған алдын ала 250 градустағы пеште 10-12 минут аралығында шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылайша пицца керемет, өте тәбетті ашатындай, хош иісті болып пісіп шықты. Бұл менде ең көп дегенде 20 минут уақытты алады. Кез келген таңғы асқа да, қонақ келген кезде аспай-саспай пісіре салатын, дәмі өте керемет, қамыр ауызда еритін және ашыған қамырдан, яғни оригинал рецепттен де керемет болып шығатын пицца бұл. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Менің рецепттерім сіздерге ұнайтын болса, каналыма жазылып, қазақша ана тілінде каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.